ескертіп отыру керек. Қазір бар сабақ оқитын үстелі бар, жарығы бар. Соның өзінде ескертіп отырып әрең оқытамыз. Баяғы заманда осындай домалақ стол, сол столдың үстіне нанды да жаясың, тамақты да істейсің, сабақты да оқисың. Күтіп отырасың, жұрт жиналып тамағын ішіп болғаннан кейін, газет төсеп жіберіп сол жерге сабақ оқисың шамның жарығымен. Қандай рахат, сонда үлгермеймін деген әңгіме жоқ қой. Сол заманда кеш батты дегеннен бастап шамның пілтесін жөндеп, ішіне салып, майын құйып, панарды жақсылап сүртеміз ғой. Қазір балалар басқа. Өткенде туысқанның үйіне жіберіңіздер дедім ғой. Туысқанның үйіне баратын бала да жоқ, жіберетін ана да жоқ. Рас. Өзің басыңа кесе де бар ма? Оны мойындау керек. Уже ойланып отырасың, ол үйге ол машақат болмай ма, олар қалай қарайды, бала қалай жүреді, ертең ұятқа қалдырып сен атыңа кір келтірмей ма деп. Өзіміз қалай жүрдік, өзіміз амалдың жоғынан жүрдік бір шетінен ше. О заманда положено еді ғой туысқанның үйіне бару. Қазір бала сенің айнаң. Барып шалқасынан түсіп телефон көріп жатса, мусорын төкпесе бітті ғой шаруаң. Ал о заманның адамдары қандай, қазіргі заман ондай емес деп жазатта маған жұрттаршы. О заманның адамдары келмеске кеткен шығар. Мына ераның адамдары сіз бен біз ғой ал. Болашақ туысқансыз заман болады. Көрген жерде, это твой этот кузен, это твой этот племянник деп бір жерде таныстырып отыратын боламыз. Туысқан не үшін керек қазаққа? Жеті ата не үшін керек? Бір-бірімен қыз алыспас үшін, ғашық болып қалмас үшін, қан бұзылмас үшін керек қой. Осы соңғы кезде бір депрессия деген сөз жақсы болды ғой бәрімізге. Көрінген адамнан сұрасаң депрессия дейді. Бұрын ол сөз қаяқта болған? Біз ол сөзді немен айырбастағанбыз мен білмеймін. Жыным кеп тұр деген біз, по-моему, ше. Сол жыным кеп тұр деген сөз, по-моему, депрессия деген сөз, құдай біледі. Менде де депрессия болды өткенде. Қош құрсын. Осы бар болсам да жоқ болсам да осы дүние тұр ғой. Барып не болса да паркке барып отырайшы деп паркке қарай шығып кеттім. Құдай күн жылытты ғой. Жұрттар гамажын шешіп капрон киіп әуелі. Біз әлі жүрміз, жан-жағымызға қарамай делеңдеп ары жүре береді екенбіз. Паркке барып отырдым. Бір жерге тесіліп қарап отырайшы дедім, былай қарай депрессия болады ғой менде. Бір нәрсе туралы ойланайын осы деп. Мынаның бәрін тастап кеткен үйге. Бір жерге қарап тесіліп отырдым. Құдай, құлағыма неше түрлі дауыс келді. Тыштым деп жатыр ғой біреудің дауысы. Тыштым. Анау қайда, мынау қайда? Елес болып жатыр дауыстар. Балалардың дауысшы. Болды құрсын, онда да депрессиядан менде отырып бір жақ қарап, былай қарап отырдым. Ерігіп жүрген ешкім жоқ паркте де. Маған қарай елдер жанды ма дегендей. Жүрсе біреу шар сатып жүр, біреу гүл сатып жүр, біреу анау вата сатып жүр. Ана жерде бір қыз бен жігіт отыр, енді олар да ерігіп отқан жоқ, бір-бірін сындырайын деп отыр. Сонымен отырдым, артынан келді біреу көзім жапаң еткіз жаба қалды. Әй, кім? Айт жаның барында, кім? Паркке келіп тонап кетіп бәлеге қалармыз. Кімсің? Айтпайды. Әй, кімсің? Айтшы, айналайын өлдік тегі. Айнама тараққа деп. Құрысын айнаңда тарағында бәрі. Бір қыз тырық-тырыққа деп нағып отырсың бұл жердегі. Таныс қыз ғой. Сен нағып жүрсің. Ой, бізде тіршілік осы жерде қазір кешке таман мәшинелер шығарамыз дейді. Страшный бизнес дейді ғой. Қой, қайтайық деп үйге қайттық. Үйге келсем мені іздеген ешкім де жоқ. Кеш жарық қалайсыздар? Мынау медстраховка дегеннің пайдасын көріп жатқан адам бар ма, жоқ па, мен соны білгім деп отыр, шыны керек қой. Өзіміздің басымызда болған жағдай, үйдегі отағасы тізем ауырады деді. Сөйтіп жаңа поликлиникаға барды. Саған ревматологқа бару керек деді. Енді поликлиникаға төлеп жатырмыз ғой деп барып ревматологқа беріш десең, ревматолог жоқ дейді. Ревматологты қайтесің, травматологқа бар дейді. Айландырады жаңа жерде. Травматологқа барасың, ревматолог. Одно и то же дейді. Травматолог деген менің аяғым сынған жоқ, жарақаттаған жоқ. Қақсап жүр десең түсінбейді. Қайтадан айландырып травматологқа жібереді. Жындығып бітіреді. Мен анализ тапсырайын деп едім. Сенің соңғы айыңның несі түспеген дейді. Жаңағы ұстайтын страховкаң түспеген дейді. Әй, енді алысқа қашып баратқан жоқ, біз түседі ғой. Бер, мына ай біткен жоқ, бер десем, жоқ, бермеймін дейді. Сонымен қойдық. Ал енді жаңағы ревматологың бар ма? Жаңағы тағы қандай маманың бар? Общем, анау мынау деген мамандарыңа жазылып қоясың дейді. Олар келеді екен алыстан айналып. Ол келгенше сен өлесің ба?
тірі боласың ба, о жағын нағып ойластырма деген. Ана пәленше деген врач келу керек еді деп, үйіңде ұстап ауруыңды отыра бересің ба, мен соны түсінбедім. Ішін жайнатып қойыпты, бірақ жайнап тұр. Ал ішінде мамандар жоқ. Ақшаны алғанда пәледей. Айтқанның аузы жаман, жылағанның көзі жаман деген осы енді. Медстраховканы төлемейтін адамдар уже өле беруге болатын болып тұр ғой, сондашы. Оларға вообще қарамайды, мынадан. 2 қабат, мен 2 қабатпын дейді бір келіншек. Мен дейді, неге учетқа тұрамай жүрмін дейді. Баяғыда 2 қабатсың, учетқа тұрмасаң қуып әкелуші еді ғой, штраф төлетіп. Қазір пішту, олар не болады, не қояды, өздері біледі екен. Бұл не жүйе болды сонда? Біз ана басқа жақта тұрғанбыз, мынайға көшіп келдік қой енді. Енді сен қай жерде қалғың келсе өз еркің деген жоқ па? Сол сендерде қала берем десем, қалма, аняқа бар дейді. Сөйтсем сен ауырып қалсаң, сенің үйіңе дәрігер келмейді, бар аняқа деп отырған маған. Ояққа барсам, о жақтың да әумі сол екен. Ана маман жоқ, анау жоқ, анаған жазылып 2-3 апта күтеді екенсің. Ауруың айтасың, жаным сен қоя тұр, анау дәрігер мынайға келсін. Не істеп атсыңдар, мен соны түсінбедім. Не қып атсыңдар, Құдай-ау? Ақ қалатты Абзалжан деген атқа лайық болсаңдар, іш ауырса, тіс ауырса, маған дәрі береді деп жатушы қой дәрігерді. Қазір дәрігерің ішің ауырып, тышып, құсып атсаң да, ойшы медстрахование деп қарап отыратын болыпты ғой. Сонда мейірім жоқ, мейірімді медбикелер деп қайтып айтамыз сендер де?